Сәлем достар, сіздермен бірге мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен құймақ жасаймыз. Ең бірінші біз жұмыртқамен тұзды араластырып аламыз. Жақсылап араластырамыз. Енді үстіне дәміне қарай қант саламыз. Үстінен 2 стакан сүт қоямыз. Енді араластырамыз. Енді ұн саламыз. Ұнды шетінен ақырындап саламыз. Аз-аздан саламыз. Комочка болмау үшін. Мінекей достар, біздің құймамыз дайын болды. Осылай тез-ақ дайын болады. Енді біз оны пісіріп аламыз. Достар, ендеше пісіруге кірісейік. Мен табам қызып тұр, енді оның астына май жағамыз. Енді үстіне бір ожау массамызды құямыз. Бір блин 2-3 минут піседі. Жан жақтары қарая бастаса, ол асты пісті деген сөз. Бізге ыңғайлы болу үшін пышақпен жүргізіп шығамыз. Екінші жағын аударамыз. Достар, үстіне қарағанда асты тезірек піседі. Енді аламыз. Осылайша барлық блинімізді пісіріп шығамыз. Мінекей достар, біздің блиніміз дайын. Өте дәмді болып шықты. Егер де сіздерге менің рецептім ұнаса, лайк басып арнама жазылыңыздар. Және де осы блин туралы комментарийға пікір қалдырыңыздар. Мен оны міндетті түрде оқимын. Сау болыңыздар. Ас дәмді болсын.